Сәлем сұлулар, бүгін өте дәмді болып шығатын маклубе тағамын дайындайтын боламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Ең алдымен қызып тұрған майға етті салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Үстіне тұз және бұрышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне кішкене су құйып, 40-45 минутқа бұқтырамыз. Келесі кезекте қызып тұрған майға сәбізді жұқалап турап алып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Және картошканы да тура солай жұқалап турап алып, екі беті қызарғанша тағы да қуырып аламыз. Қуырылған майдың кішкентай бөлігіне күрішті тазалап жуып, осылай салып, барлығын біркелкі араластырып қуырып аламыз. Келесі кезекте осындай ыдысымызды алып, астына кішкене май құйып, пиязды домалақ етіп турап, барлығын біркелкі астына жайғастырамыз. Оның үстіне қуырылған етті өзінің суы шығады, суымен бірге қойып, үстін басамыз. Және оның үстіне сәбізді қойып шығамыз. Оның үстіне картошкамызды қойып шығамыз. Барлығын үстін кішкене басып, шамалы тұз себеміз. Келесі кезекте қуырылған күрішті салып шығамыз. Және барлығын біркелкі жайып, үстін кішкене басыңқырап, шым-шым тұз сеуіп, үстіне күрішіміз батқанша суды құйып, газға қоямыз. Бетін жауып, кішкене суы тартылғанша қоямыз. Суы тартылғаннан соң ашып, беткі бөлігін араластырып, тағы да демдеп қоямыз. Суы тартылады өзі. Тағамымыз піскенше осындай салат дайындаймыз. Қиярды алып, осылай майда көбіктеп тураймыз. Қызанағымызды да дәл солай майдалап көбіктеп турап аламыз. Оның үстіне қалауларыңыз бойынша кукурузды сеуіп араластырамыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Барлығыңызға ас болсын.